Сәлеметсіңдер ме балалар? 4-ші сынып қазақ тілі пәні 67-ші сабақ зат есім. Балалар, бұл сабақта бір тақырыпта берілген мәтін туралы салыстырып, ұқсастықтар мен айырмашылықтарын анықтаймыз. Тақырыбы мен кесте бойынша мәтін мазмұнын болжаймыз. 11-ші тапсырма: кесте мен тақырып бойынша мәтіннің мазмұнын болжа. Содан соң мәтінді тыңдап, болжамыңды салыстыр. Балалар, алдымен төмендегі кестеге назар аударайық. Бұл кестеде құмырсқа туралы бірнеше мәліметтер берілген. Құмырсқа ең көп кездесетін жәндік. Қазақстанда 200-дей түрі бар. Құмырсқа ең көне жәндік. 25 миллион жыл бұрын пайда болған. Жәндіктердің сирек түрі. Құмырсқалар адам секілді көшіп қонады. Мәтіннің тақырыбы құмырсқалар өркениеті. Яғни қазір оқығалы отырған мәтін осы құмырсқалар туралы болмақ, балалар. Құмырсқалар өркениеті. Құмырсқаның тіршілігі адамды таң қалдырар қызыққа толы. Ол жай ғана жәндік емес, одан бөлектеу дүние. Біріншіден, құмырсқа ең көп кездесетін жәндік. Қазақстанның өзінде 200-дей түрі бар. Екіншіден, құмырсқа жәндіктердің сирек кездесетін түрі. Үшіншіден, олар жер бетіндегі ең көне жәндік. 25 миллион жыл бұрын пайда болған. Тағы бір қызығы, құмырсқалар да адам секілді бір жерден екінші жерге көшіп қонады. Әр илеудің нақтыланған аумағы бар. Сол жер аумағының амандығын олар көзінің қарашығындай күзетеді. Шекара бұздыңыз ба? Жауап беріңіз. Бұл кезде күрделі дабыл қағылады. Шекарашылар тобы сол сәтте-ақ жетіп келеді. Мәтін Мариковскийдің кітабынан алынған екен. Ал енді төмендегі сұрақтарға жауап берейік. Мәтіннен жекеше, көпше түрдегі зат есімдерді тап дейді. Жекеше түрдегі зат есімдер құмырсқа, адам, жәндік, шекара, жер сөздері. Ал көпше түрдегі зат есімдер құмырсқалар, жәндіктер, шекарашылар. Келесі тапсырма: дереккөздерден құмырсқа туралы мәлімет тауып дәптеріңе жаз. Тапқан мәліметтеріңмен бөліс. Ал олай болса, дереккөздерден құмырсқалар туралы мәліметтер тауып жазайық, балалар. Бірінші, құмырсқа жарғақ қанаттылар отрядының бір тұқымдасы. Құмырсқа жер шарында кеңінен таралған. Тек қиыр аралдарда және Антарктидада ғана кездеспейді. Құмырсқаның 10 мыңдай түрі бар. Олар жер биомассасының 10-25%-ын құрайды. Олардың көпшілік түрлері тропиктік аймақтарда кездеседі. Құмырсқаларды зерттейтін ғылым мирмекология деп аталады. Құмырсқаларды зерттеген алғашқы ғалымдардың бірі Эрих Васман. Келесі тапсырма: жоғарыдағы мәтін бөліктерінің атауларын толықтыр дейді. Балалар, бірінші бөлігі құмырсқа жай ғана жәндік емес деп берілген екен. Ары қарай өзіміз толықтыруымыз керек. Екінші бөлігіне ең көп кездесетін жәндік деп жазсақ болады, Ал үшінші бөлігіне жәндіктердің сирек кездесетін түрі деп, төртінші бөлігіне ең көне жәндік, ал бесінші бөлігіне құмырсқалар да адам секілді деп толықтырсақ болады. 12-ші тапсырма: қай сөз көп? Жайық, жаңбыр, биші, бішкек, тайбұрыл, құтжол, өлке, бала, оқушы сөздері. Бұл сөздерді жалқы және жалпы есім деп бөлуіміз керек. Жалқы есімге жайық, бішкек, тайбұрыл, құтжол сөздер жатса, жалпы есімге жаңбыр, биші, өлке, бала, оқушы сөздер жатады. Ал енді жалқы есімдердің бас әріппен жазылу себебін есіңе түсір дейді. Балалар, жалқы есім дегеніміз өзі жер, су, адамдардың атаулары болғандықтан бұл бас әріппен жазылады. 13-ші тапсырма: мәтінді оқы. Қазақстанда шөл дала көп. Бетпақ дала, мойын құм, қара құм, қызыл құм секілді шөлді, құмды жерлерде тіршілік ету қиын. Шөлде жел үңгіген тас қуыстар, үңгірлер бар. Мұнда табиғи қалалар, табиғи сарайлар кездеседі. Құмды шөлдің тағы бір тамашасы құмның сыбдыры. Құм бетінде желдің салған неше түрлі өрнегі бар. Мәтіннің авторы Ақжан Машанов. Мәтінді пайдаланып, кестені тиісті сөздермен толықтырып айт дейді.
Балалар, мұндағы төменде берілген кестені толықтыруымыз керек. Жалғыз есім, жалпы есім, көпше түрдегі зат есімдер, жекеше түрдегі зат есімдерді табуымыз керек осы мәтіннен. Жалғыз есім бетпақ дала, мойынқұм, қарақұм, қызылқұм, Қазақстан сөздері. Ал жалпы есімге шөл, дала, тас, жел сөздер жатады. Көпше түрдегі зат есімдер жерлер, құстар, үңгірлер, қалалар, сарайлар. Жекеше түрдегі зат есімдер шөл, дала, тас, жел сөздері. 14-ші жаттығу, мәтінді көшіріп жаз. Кит суда тіршілік еткенімен балық емес. Ол аң, яғни сүтқоректі хайуан. Енесі балаларын сүтпен қоректендіреді. Сондай-ақ олар басқа аңдар сияқты ауамен дем алады. Негеш кітабынан алынған екен. Ал төмендегі сұрақтарға жауап берейік. Мәтін не туралы? Мәтін кит туралы, балалар. Зат есімдерді тап дейді. Зат есімдер кит, балық, аң, сүтқоректі хайуан сөздері. Мәтінді зат есімдерсіз оқып көр. Сонда мәтін мазмұны түсінікті бола ма? Зат есім мәтіннің көбінесе негізгі бөлігін немесе ақпараттарын қамтитын сөздер. Сол үшін зат есімсіз оқыған жағдайда бізге мәтін түсініксіз болады. 15-ші жаттығу, жұмбақты шеш. Өзі алып кемедей дауылдан ықпайды. Су шашып делегей мұхиттан шықпайды. Жұмбақтың жауабы кит. Жұмбақты жоғарыдағы мәтінмен салыстыр. Ұқсастығы мен айырмашылығын тап. Бұған дейін жоғарыдағы 14-ші жаттығуда кездескен мәтін ол да кит туралы болған еді, балалар. Яғни екеуінің ұқсастығын осы жердегі ақпараттардан тауып белгілеуіміз керек. Бұл жерде ұқсастығы екі мәтін де кит тақырыбына арналған. Ал айырмашылығы бірінші мәтін ғылыми танымдық, ал екінші мәтін көркем мәтін. 16-шы жаттығу, шығармашылық үзіліс. Өлеңді оқып, сұрақтың жауабын дереккөздерден ізде. Білмейді Омар Ораздан, жұмбақ сырлар біраз бар. Неге ұшпайды түйе құс, күрке тауық қораздар. Өлеңнің авторы Қадыр Мырзали. Берілген өлең мен сұрақтың жауабы болатын мәтінді салыстыр, олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын тауып дәлелде. Бұл екі мәтінде де ұқсастығы түйе құс, күрке тауық қораздар тақырыбында баяндалған. Ал айырмашылығы бірінші мәтін көркем мәтін, ал екінші мәтін ғылыми танымдық мәтін. Ғылыми танымдық мәтінді жаз. Оны барталасыңның мәтінімен салыстыр. Ұқсастық бар ма? Болса, оның сыры неде? Ғылыми танымдық мәтін. Бұл үш құс түрі ең ірі үй және дала құстарына жатады. Ұша алмау себебі денелерінің үлкендігі, қанаттарының қысқалығы және кішілігінде. 20 килограммнан асқан құстар ұша алмайды. Және бұл құстарда қауырсындары ұша алатын құстарға қарағанда басқаша сиректеу болады. Көне заманнан бері ұшпайтын құстардың қатарына кіреді. Ал балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, егерде каналға тіркелмеген болсаңдар, видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетуді ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.